Достар, сәлем. Баршаңызға қалдарыңыз қалай, көңіл күйлеріңіз қалай? Не жаңалық, не істеп жатырсыздар? Баршаңызға сәтті күн болсын. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Күлкіңді ғажайып ағылған, дем арасында мен сағынған арашым жанасы. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Ойларға мазасы шағылған, алысқа кеткенде жаныңнан тасыдым ғашығым. Ең сұлу сезімдерден нәр алған, менің үшін жан едің жаралған сүйіктім, балшырым. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Мында етім пісіп, күшті болып тұр. Сол құйып жұмсартып алдым. Етті қазір үстіне жуасын және көп жуа укроп пісініп салатын болам. Қандай анадан туғансың еркем, мінезі көркем. Достар, мен мұнда венский вафль жасайын деп жатырмын, бірақ творогпен. Творог қосып алғаш рет істеп жасап көрем, қазір дәмін айтатын болам. Мұнда жұмыртқа, шекер және творог. Қазір ұн салам, разрыхлитель және ерітілген сары май құямыз. Барлығын араластырып, дайын масса жасаймыз. Достар, бізде кешкі асқа жаңа көрсеткендей гарниріне пюре қайнап жатыр. Және ет. Неки. Иісі деген бүкіл бөлмені үйді алып кетті ғой, кухняны. Дәмді сондай, жаңа дәмін көрдім. Сол қазір тамақ кешкі асымызды ішеміз. Сосын пикникке барып қайту жоспарда бар. Және де так, мұнда мен вафли пісіріп жатырмын. Венский вафли творогпен. Пюреге мен сүт қостым, май және өзінің кішкене суын қалдырдым. Және былай езіп жатырмын. Қазір мықты құрғақ болып жатса, кішкене тағы да үстінен сүт құйып жіберем. Сонда бір керемет пюре шығады. Менде құрғақтау болып тұрған сияқты, тағы да сүт құйып жіберем. Сонда керемет болады. Ал достар, творог қосылған, венский вафлим дайын. Балалар деген шұқып үлгеріп жатыр. Мен айтып жатырмын, пожалуйста, мен видеоға түсіріп алайын десем, Амина деген шұқып қолмен түртіп жеп кетіп жатыр ғой. Біреуін алып кетті, жүгіріп кетіп қалды. Сол қазір ужин ішіп, сосын шай ішеміз бұйыртса. Жасап көріңіздер, творогпен күшті болады екен, күшті шықты. Достар, біздің кешкі асымыз дайын. Міне гуляш қойын, былай тілмен айтқанда. Балаларға жуас салдым, етін теріп. Өзіме осылай. Ал ас болсын баршаңызға. Рахмет. Достар, кеш жарық, баршаңызға қалайсыздар, не істеп жатырсыздар, не жаңалық. Араға бір апта салып, влогымды қайтып бастадым. Біздер кешкі асымызды ішіп алып, таза ауаға пикникке бара жатырмыз. Балалардың бәрі шығып кетті.
Біз Амина екеуміз енді шыққалы жатырмыз. Сәттілік баршаңызға. кім осы қойған? Ар жақта. Ал достар, біздер пикникке келдік. Отбасымызбен барлығы міне. Жейтін заттар алып алдық. Вкусняк, попкорн. Балалардың жейтін заттары. Пикник сізде күшті болса. Мұратында кел. Айта ғой, Амина не айтасың сен? Достар, сәлемдіз пикникке келдік. Қазір заттарымыз түземізді. Айта ғой, я. Шырық қайтамыз. Дұрыс, өте дұрыс. Айта ғой, Таня айтасың. Достар, біз пикникке келдік. Амат Я, қазір құйып беремін соңында. Шаққан үстін бәрін бүлдіріп қайтып алыстырып алдық. Елмұрат алдымызда Елмұраттар кетіп қалсам да Елмұратпен Амина кеш батып жатыр. Күн керемет. Бүгін негізі ыстық болған күн. Енді салқындап ауа райы күшті болып тұр. Жаңағы серуендеп жүрген жеріміз неке сарайы бар мұнда. Өнер орталығы анянда тұрған. Және де жолдың арғы бетінде алғашқы президент паркі. Міне мұнда жүрміз. Амина, мұнда кел. Саламат шашаған. Саламат шашадың ба? Шашадың ба? Шашадың ба? Иә. Достар, қараңыздаршы, қандай керемет гүлдер енді. Мынау түсін камера бере алмай тұр, кішкене светлых көрсетіп тұрма. Камерада негізі темный гүл ғой. Қараңыздар. Елмұратқа осында мама түсірші деп алып келген. Сосын түсіріп жатырмын. Әкесі анда қалды, біз жүрміз, екеуміз. Таза ауада, күшті болып серуендеп ұнап жатыр ма Елмұрат сендерге? Гүлдер маған ұнап тұр, қатты сондай күшті. Аймұрат байқа, қуап қалмасын. Түнгі Ақтөбе. Әкел. Тала деген керемет енді, таза ауа мінекей. Не қойбай? Керемет болып тұр. Түнгі Ақтөбе. Мынау Ақтөбе қаласындағы неке сарай. Қолдар дұрыс болмай қалды, енді ренжімеңіздер. Ай жақта гүлдер бар екен.
Иә, қазір түсіреміз. Жүре ғой, жүр. Анда ма? Иә, қазір барамыз ғой. Балалар есігет ойнап жүр ғой, есігет мына ашық алаңда рахаттанып, жүгіріп, секіріп. Өнер орталығының қасында жүрміз, орталықта. Президентский паркке қарама-қарсы жер, мында концерт болады, скоро соған дайындық орнатып жатыр. Құрып сахнаны. Мынау жаңағы неке сарайы біздікі. Достар, осымен менің бір күндік влогым тәмам. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.